нарық бағасымен сауда жасау, маркет прайс бойынша айтатын болсақ, белгілі бір деңгей арқылы жұмыс жасаймыз әрдайым. Біздің акцияның бағасы белгілі бір деңгейді бұзды дейік. Біз жаңағы buy stopты қоюға үлгермедік. Демек, сізге сатып алу керек болады. Buy market, қазіргі нарық бағасымен сатып алуыңыз керек. Сонда біз buy market арқылы сатып алады екенбіз. Сатып алғаннан кейін, buy marketпен сатып алғаннан кейін, міндетті түрде sell stop қойылу керек. Бұл сіздің шығыныңызды басқару бойынша sell stop арқылы міндетті түрде стоп қойылу керек. Келесі ары қарай баға бұлай жүреді, жоғарыға келген кезде белгілі бір өзіңіздің сауда жасау жоспарыңызға байланысты сатып жібересіз уже. Sell market арқылы көтерілген бағаны, акцияны дәл қазіргі бағада сатып жібересіз. Жаңа айтқанымдай, сіз жаңағы нарық бағасымен сатып алған кезде де, сатқан кезде де дәл қазіргі нарық бағасымен сатып алынып, немесе сатылуы мүмкін емес. Өйткені кішкене арасында мүлт кетуі мүмкін. Өйткені жаңа айтқанымдай тез жылдам жүреді. Секундтық графикті қарайтын болсаңыз тез жүреді. Сол себепті бұндай маркет арқылы көптеген трейдерлер жұмыс жасамайды нарық бағасымен. Келесі кезекте шорт позициясына ашуға, бұл лонг позициясына ашуға байланысты. Шорт позициясын ашуға байланысты, бұл да дәл солай, бірақ керісінше болады. Мысалға, баға келді да деңгейді бұзды. Сіз үлгере алмай қалдыңыз оны жаңағы стоп лимитпен қоюға. Демек, бұл жерден сіз нарық бағасымен сатып жібергіңіз келеді. Демек, sell marketпен сатып жібересіз. Белгілі бір уақытқа, белгілі бір бағаға түскеннен кейін, сіз қайтадан оны buy marketпен сатып аласыз. Бұл нарық бағасымен жұмыс жасау бойынша да осындай болады.